Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Саяси сауатты болайық. Саяси сауатты болмайынша ештеңке өнбейді. Әңгіме осында тұр. Жаңағы Зеленскийдің Байденге келуі, Байденнің жаңағы оған көмектесу туралы уәде беруі. Жаңағы неге Америкада ол берем десе Байден шал беріп, Американың жаңағы өзі қалаған қаруын бере алмайды. Неге Конгрессте осындай жүйе бар? Бұлай қарасаң, біздің ойымызша, біздің субъективтік ойымызша Байден шал мә деп F-16-ны да беріп, F-35 жойғындағыш қаруды да беріп, мә саған атом бомбыны да берейін деп беріп, орысты тасталқан қып тастаса, сол жақсы еді біздің ойымызша. Бірақ Америка деген елде әрбір президент өз білгенін істесе, Назарбаев құсап, өлтірем деген өлтіріп, шабам деген шауып, алам деген алып, берем деген беріп, біз білмейтін келісім шарттарға отырып, бізбен рұқсатсыз келіспей, ақылдаспай, Қазақстан халқының территориясын, ата-бабамыздың жерін Қытайға кесіп беріп, Нарынқол кегеннен, мына Алатау аузынан, Жаркент Шонжыдан, мына Өскеменнен, Бәленбай жер, Тарбағатайдан Түгенбай жерді Қытайға бере салады. Біз білмейміз, тотибай деп қаулайлым, қаулау елбасы жасасын деп отыра береміз. Елітіп, жаңа кино көріп, ақындардың айтысын тыңдап, әншілердің байға тигеніне, байынан ажырасқанына, анау тоқалапты, мынау соқалапты, ойбай, боқ болады бүйтіп сұхбат беріпті. Енді сенімен қайтып сөйлесуге болады. Енді сен далбайыпсың ба десе, бөкіл қазақ қырылып, соған қарап отырамыз. Ал Назарбаев өзі біледі. Өзі кесіп береді, өзі жерімізді сатады, өзі кенімізді сатады. Тіпті ата-бабаның 1000 жылдық арманы болған, бір сүйем жер үшін қырылған Бәленбай боздақ ата-бабамыздың қанын көк дүйіннің теңі қылмай Қытайға мә деп кесіп бере салады атаңа нәлет қужоңғар. Отырмыз біз, елбасы жасасын деп. Неден? Саяси сауатсыздығымыздан. Бір адамға шексіз билікті беріп қойғандығымыздан. Сол бір адамды шектейтін, тізгіндейтін торымыз болмағандықтан, сондай механизмді жасай алмағандықтан, өңкөй сәбет құл, орыс өтіп өткен, жаңағы Ләббай бегім дейтін, Назарбаевтың өзі де сондай орыс құл 15-іне дейін қарны тоймағанын жазған сүмелек. Өңкөй жаңа қарны тойса, мәнсап берсе, тақ берсе, қызметке қойса, бір жеке мүддесін басын жесе, қалған халықтың шаруасы не болса о болсын дейтін құлғытан жиналғандықтан, ұлттың мүддесі міне мансұқталып тәркі болып жатыр. Міне, көрдіңіздер ме? Ал сауатты халық қайтеді? Сауатты халық тастай қылып механизм жасап қояды. Мысалы, Байден шалдың Украинаға көмектескенін жақсы көріп отырмыз, көмектессін деп отырмыз. Ана Трамп шал сол келмей-ақ қойсын деп отырмыз. Себебі не? Мына Украина жеңілсе, орыстың майманасы тасиды. Осы Украина жеңсін деп отырмыз. Бірақ сол Байден шалыңның өзі, сол жақсы істеп отырғанның өзінде соны тежейтін, ол өз білгенше, өзінің субъективтік арман қалауы бойынша істей алмайтын механизмді жасап қойып отырды. Енді сен осы механизмнің тура кемелділігіне разы болмай қайтесің. Міне механизм. Механизм деген осы. Ол өз білгенше істей алмайды. Сондықтан Зеленский жалынып қайта-қайта келеді. Мен білгенде мына үшінші келді ау деймін. Сіздер қараңыздар, үшінші келді. Менің бұл жерде сіздерге тағы да қайталап айтам. Мен ойбай Зеленский келді, Байден айтты, екеу хот-дог жепті, түген жерде жаңағы KFC жепті, Макдоналды жепті, содан 2 грамм шықты деп отырған ақпаратты жеткізбеймін. Мен осы кездесулердің арғы мәніне жеткізіп, қазақ халқының саяси сауатын ашсам деймін де. Қазақ халқының саяси сауатын ашсам деймін. Бұлай қарасаң, Зеленскийді тентіретіп қойды. Оны алды бәрі деп жылайды, отыраға еңіреп, көзінен жас ағып. Ойбай, берсек берейік, енді ұшқыштарыңды жіберіңдер, шалды мен оқытайық дейді. Ойбай, менің аспанды қорғайтын ештеңе жоқ. Орыстың лақтырған тасына дейін киіп жатыр деп еңіреп 1 жылдан кейін барып Патриот 3 әуе қорғаныс кешенін берді. Одан бұрын неге бермейді? Міне жүйе. Әрине, әр
мемлекетте өзінің ұлттық мемлекеттік мүддесі бар. Әр мемлекет жеке тұлға болса, ұлттық мемлекеттік мүдде бейне сенің жеке мүддең сияқты бар. Мемлекет ұлтта дос болмайды, мүдде болады. Мәңгілік жау жоқ, мәңгілік дос жоқ, мәңгілік мүдде бар мемлекетте. Осыны білейік. Міне, әңгіме қайда жатыр. Бірақ мен осы американдық диктатураға қарсы антидиктатуралық жүйенің қандай кемелді екендігін қазаққа түсіндіргім келеді. Әрбір осындай бір сәті туғанда. Мына орыс фашизмінің, рашизмнің алдын алатын, орыстың кеңірдегінен алып тұрған Байден шалдың өзі, осы орыстың зұлым екендігін түсіндіріп, ана әрбір конгрессменмен шай ішіп, әрбір конгрессмен керек десе өзінің үйіне шақырып, өзінің кемпіріне жаңағы бір салатын жасатып, шарабын беріп отырып, әрбір конгрессмен, әй, менің мына жобамды мақұлдашы, мен мына Зеленскийге мына бәлем миллиард берейін дедім. Сен енді екеуміз баяғыдан таныс едік қой, енді мына рөмкені алып жібер, сол үшін маған дауыс бер демейінше конгрессмендер оны өткізбейді. Президент басымен әрбір конгрессменмен сөйлесуге ол мәжбүр. Міне демократия деген осы. Демократия деген осы. Ана жерде әрбір халық сайлаған, мысалы, қараңыз, міне бір, біз қазір Нью-Йоркта тұрмыз, бір, осы бір кішкентай регионның халқы сайлаған, одан сөйтіп Нью-Йорктың конгрессмені болған, одан мэрі анау мына болған, сөйтіп федералдық немнеге жеткен, былай қарасаң айналасындағы бір кішкентай микрорайон, сол Алматыдағы, Астанадағы микрорайон сияқтылардан бастайды бұлар. Сол жерде жиып ап, көршілерін жиып ап, маған дауыс берсеңдер, мен мына микрорайонды битем, анан битем деп бастайды. Бүкіл саясаткерлер сөйтеді. Біздегі сияқты вертолетпен битем кел, Элон Масктың ракетасы сияқты бүйтіп тік қонатын саясаткер болмайды батыста. Бәрі сөйтіп өздерінің микрорайондарынан, одан райондарынан, одан жаңа қаланың бір бөлігінен, одан сол қаласынан, содан жаңа штатынан келеді. Бұларда саясаткердің тарихы деген тастай болып жазылады. Бір теманы көтеріп алады, экология қорғау, аң қорғау. Ойбай, мына Қытайлар көмірді көп жағып, көміршіл газ шығып жатыр. Ойбай, соны сөйтек, мына оңтүстік Кореяда ойбай елдер ит жеп жатыр, итті жемейік деп өздері шығарып алады. Бір күні бұларға біреу сыбырлаған жоқ, енді біреу дұрыстап сыбырласа, ойбай, мына қазақ пен қырғыз жылқы жейді екен, жылқы деген адамның досы ғой, жылқы жеуге қарсы тұрайық деп, соны да біреу темағып көтерем десе, ерінбесе көтереді. Мысалы, мына Францияда, Еуропада қалың қатындар, қыз келіншектер көтереді ғой, мына Кореяның ит жегеніне қарсы. Ит жемесін корейлер деп. Міне, тура сол сияқты. Қысқасы олар бір теманы көтеріп, өзінің біліктілігін дәлелдеп, өзінің саяси іскерлігін дәлелдеп, өзінің жаңа осы халықтың мәселесін шешетін, осының салықтан түскен қаражатын қалай жұмсау керектігін шешетін, мен осындай білікті адаммын деп дәлелдеп отырып саясатқа келеді.